Желдің әсерінен даусым дұрыс шықпай жатыр. Сондықтан да мен осылай запись жазуды дұрыс деп ойладым. Қайырлы күн, менің құрметті көрермендерім. Менің каналыма қош келіпсіздер. Жайлаудың қыс мезгіліндегі әдемі көріністі көрсететін боламын бүгін сіздерге. Менімен бірге болыңыздар. Жаз мезгілінде осы судың жағасына келсем, құстардың, толқындардың дыбысын естіп, кәдімгідей бір демалып қалам. Қырдың басына келіп қалдық. Осында біздің ірі қара және қойларымыз бар. Арасында жолдасыма бірге келіп, жолдасыммен мал жайлап, сөйтіп көмектесіп тұрамын. Қазір осы құрылғыны көріп тұрсыздар. Білетіндер де бар, білмейтіндер де бар. Жолдасым осы жайында толық өзі айтып кететін болады. Бірінші қазір қойды суарамыз. Алдымен астауда қатып қалған сулардың барлығын ломмен ойып, осылай алып тастады. Сосын мен жан-жағына ысырып тастадым. Қазір қойлар келген кезде мұзға тайып, суға, астауға құлап кетуі мүмкін. Ал мына құдықты Дәуреннің өзі жасады. Жаңа мұзды ойып, мынау 200 литрлік бочка, соны қиып, осылай отырғызып қойды. Мал суарған кезде қайта-қайта мұзды ойғаннан көрі осындай құдық сияқты қылып жасап қойды. Қазір суарып болғаннан кейін ана жерде тұрған көпшікті, сосын пальтоны үстіне жауып, қармен қайтып көміп тастайды. Сонда ол келесі күнге дейін қатпайды. Мал шаруашылығымен осылай айналысатын адамдарға лайфхак. Олар болса мына сайға түсіп баратыр. Содан енді мен табиғат қандай тамаша деп мен ән салып, айналаға қарап, мәз болып келе жатырмын. Енемнің алып берген жып-жылы аяқ киімін киіп алып, Дәурен прицепке шөп тиеп жатыр рулон. Соны қазір қойларға апарып, сиырларға апарып салады. Құрметті менің көрермендерім, қазақша ютубтың дамуына үлес қосып, менің видеоларымның астына комментарий қалдырып, өз пікірлеріңізбен бөлісіп отырыңыздар. Және де лайк басуды ұмытпаңыздар. Бұйырса, әлі алдағы уақытта осылай ауылдың тұрмыс-тіршілігін, атмосферасын сіздерге сезінсін деп осындай күшті видеоларды түсіретін боламын.